Қайырлы күн. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қан физиологиясы туралы ілім, яғни ангиология. Жалпы қан физиологиясы, тоқталар кететін болса, қан физиологиясы бізде қанның құрамы, қасиеттері және атқаратын қызметтерін зерттейтін ғылым саласы болып табылады. Ангиология қан мен қан тамырлары жүйесін зерттейді, яғни қанның негізгі қызметтері ол бізде оттек пен көмірқышқыл газын тасымалдау, сонымен қатар қоректік заттарды жеткізу болып табылады, және зат алмасу қалдықтарын шығару, иммундық қорғаныш және дене температурасын реттеу. Жалпы қанның құрамына тоқтала кетер болсақ, өздеріңіз көріп отырғандай диаграмма бойынша қан екі негізгі бөліктен тұрады. Қан плазмасы 55% құраса, ал қан жасушалары 45% құрайды. Қан плазмасының ішінің өзінде бізде су 90-92% құрайды. Сонымен қатар ақуыздар, яғни альбумин, глобулин, фибриноген деген секілді. Одан кейін бізде минералды тұздар және гормондар, витаминдер қамтылады екен. Ал қан жасушаларының ішінде бізде эритроциттер оттек тасымалдайды, лейкоциттер қорғаныш қызметін атқарады, тромбоциттер қан ұюына қатысады екен. Жалпы қан жасушалары жаңа айтып өткендей эритроциттер, лейкоциттер, тромбоциттер, оларға толығырақ тоқтала кетсек, қанда эритроциттер жалпы ең көп кездесетін жасушалар болып табылады. Құрамында гемоглобин бар. Негізгі қызметі оттек толпаларға көмірқышқыл газын өкпеге тасымалдау. Өмір сүру ұзақтығы шамамен 120 күн болып табылады эритроциттерде. Ал лейкоциттерде бізде қорғаныш қызмет атқаратын қан жасушалары, бұлар ағзаны бактериялар мен вирустардан қорғайды. Сонымен қатар иммундық реакцияларға қатысады және қанда мөлшері ауру кезінде көбейеді екен. Ал тромбоциттер бізде қанның ұюына қатысатын ұсақ жасушалар болып табылады. Қан кетуді тоқтатуға көмектеседі. Тамыр зақымдалғанда тромб түзеді екен. Сонымен қатар өмір сүру ұзақтығы эритроциттерге қарағанда өмір сүру ұзақтығы 7-10 күн. Мысалы, эритроциттерде жаңа өмір сүру ұзақтығы 120 күн десек, мұнда тромбоциттерде 7-10 күн болып табылады. Одан кейін бізде қан тамырларына тоқтала кетсек, қан тамырлары өздеріңіз білетіндей бізде 3 қан тамыры бар, артериялар, веналар, капиллярлар. Яғни артериялар ол бізде қанды жүректен мүшелерге алып барады. Қабырғасы қалың әрі серпімді болып келеді. Қан қысымы жоғары, яғни қолыңызды артерия қан тамыры кесіп кеткен жағдайда пышақпен немесе ол жерде қан қысымы өте жоғары, сондықтан қан сарқырама сияқты. Сарқырама емес, субұрқақ сияқты ағады. Себебі ол жақта қысым өте жоғары. Көбіне оттекке бай қанды тасымалдайды. Веналар бізде қанды мүшелерден жүрекке қайтарады. Қабырғасы жұқа, қуысы кең болып келеді. Қан қысымы бұда төмен, артерияларға қарама-қарсы, яғни клапандары бар, қанды кері ағудан сақтайды. Ал капиллялар бізде ең жіңішке қан тамырлары болып табылады. Артерия мен венаны байланыстырады. Сонымен қатар газ және зат алмасу осы жерде жүреді екен. Қабырғасы бір қабат жасушадан тұрады. Келесі ол қан айналым шеңберлері. Өздеріңізге белгілі бізде 2 қан айналым шеңбері бар. Яғни үлкен және кіші қан айналым шеңберлері екен. Оларға жеке-жеке тоқтала кететін болсақ, үлкен қан айналым шеңбері басталуы, яғни екеуі де бізде басталуы қарыншадан басталады. Алда уақытта естеріңізде болсын. Басталуы сол жақ қарынша үлкен қан айналым шеңберінде, ал аяқталуы оң жақ жүрекшеден. Бағытына тоқтала кетсек, жүректен басталып, мүшелерге жалғасып, сонымен қатар жүректен аяқталады. Қызметіне келер болсақ, ұлпаларды оттек пен қоректік заттармен қамтамасыз етеді, сонымен қатар зат алмасу қалдықтарын әкетеді екен. Ерекшелігі қан барлық денеге тарайды, үлкен қан айналым шеңберінде. Енді кіші қан айналым шеңберіне тоқтала кетсек, басталуы
оң жақ қарыншадан аяқталуы сол жақ жүрек шеге. Бағыты ол бізде жүректен өкпеге, өкпеден жүрекке барып қайтадан аяқталады екен. Қызметі өкпеден газ алмасу жүреді, яғни қан оттекпен қанығады. Бұда ерекшелігі тек өкпені қамтиды. Жалпы қан тамырларының саулығын сақтай білу ол өте маңызды бізде. Қан тамырларының сау болуы жүрек пен бүкіл ағзаның дұрыс жұмысын, яғни дұрыс жұмыс істеуінің негізгі шарты болып табылады. Енді бізде қан тамырлары неге маңызды деген сұраққа жауап бере кететін болсақ, оттек пен қоректік заттарды ұлпаларға жеткізеді, сонымен қатар зат алмасу қалдықтарын әкетеді және қан қысымын тұрақты ұстайды екен. Жалпы қан тамырларына зиян келтіретін факторларға тоқтала кетсек, келесі дұрыс тамақтанбау, яғни майлы, тұзды тағамдар, әсіресе фастфуд тағамдары, және қозғалыстың аздығы, есірткі немесе алкогольді сусындар, темекі шегу, сонымен қатар стресс, ол да қан тамырына зиян келтіретін факторлардың бірі болып табылады. Сонымен қатар артық салмақ. Енді қан тамырларын сау сақтаудың жолдарына тоқтала кетсек, керісінше, дұрыс әрі теңгерімді тамақтана білу, яғни салауатты өмір салтын ұстану десек те болады. Күнделікті дене белсенділігі, яғни бұл не деген? Күн сайын ең аз дегенде 1 сағат немесе жарты сағат көлемінде өзіңізге жаттығуға уақыт арнау. Сонымен қатар зиянды әдеттерден бас тарта білу, яғни жаңағы алкогольдік сусындар, есірткілер деген секілді қан тамырларының нашарлауына әкелетін факторлардан аулақ болған жөн. Сонымен қатар қан қысымын бақылау. Жалпы қан физиологиясын қорытындылай келе, өз тақырыбымызда қан тамырлары ағзаны оттек және қоректік заттармен қамтамасыз етіп, өмірлік маңызды қызмет атқарады. Қан тамырларының саулығын сақтау, жүрек, қан тамыр ауруларының алдын алудың негізгі жолы. Дұрыс тамақтану, тұрақты қозғалыс және зиянды әдеттерден бас тарту қан айналым жүйесінің дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Салауатты өмір салты денсаулықтың басты кепілі. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.